Бүгінгі басқосуымыз аймағымыздың тұғырлы тұлғасы болған Қали Әлібекұлының 100 жылдығы мен ұлы жеңістің 80 жылдығына арналып отыр. Қали Әлібекұлының рухына бағышталып оқылатын Құран дұғаны ұйымдастырып өткізіп отырған Қали Әлібекұлы менен сонау Шахтерлар Астанасының ескі қаласында 4 жасынан бірге бір ауылда өсіп, мектепке бірге барып, соғысқа да қатар аттанған ардақты Төлеутай Түсіпбек атамыздың ұрпақтары, балалары мен немерелері. Қанекең мен Төкеңнің достық қарым-қатынастарының берік болғаны тіпті сондай. Төлеутай атамыз 1979 жылы қайтыс болғаннан кейін, оның соңында қалған жұбайы, ардақты анамыз Балкен анамызбен, отбасы, балаларына Қали Әлібекұлы әкелік қамқорлығын аямаған. Тіпті күнделікті жағдайлардың өзін біліп отыруға, балаларды оқытып тәрбиелеуге көмек қол ұшын беріп отыр. Сол Төкең атамыздың ұрпақтары Қали Әлібекұлының рухына Құран бағыштап, ол кісінің көзін көрген, бүгінде ортамызда жүрген ардақты ағаларымыз, аналарымыз, өздеріңіздің бәріңізді Құранға қол жайсын деп бастарыңызды қосып отыр бүгін. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله ربنا ورب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم Allah'ın izzalı boşluğa okulan hasiyetli audargan hak muhlarının savabın Bungu bir vakit Kuday'dan asının savabın arlayı Kur'an'a bu hasiyetli Cuma'nın hürmetine sebepler boğan Ali Alibek oğlu hakimizga Ülkün atası Alibek'e akesi Amanbay anası Suluha Jaksılık kızına ama akesi Amanbay ağaları Şabanbay men Hüsayin'a ağaları Mukaş men Aysa'a Жан-жары Валентина. Қазір алдыңғы сөздің кезегін Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Әлденей Әлібек Үсенұлына беруге рұқсат етіңіздер. Қадірменді жерлестер, Қазақта дәуір тудырған болмысы ерекше азаматтар бар дейді. Олардың өмірі өнегеге толы, ерік жігерлі, намысшыл болып келеді. Бүгін біз жиналып атқан 100 жылдық аста осындай кісіге арналып отыр. Қали ағамыздың өміріне қарайтын болса, жасаған істеріне, бұл кісінің игілікті істері бірнеше адамның өмірімен татитын, тепеден келетін өмір. Жас кезінде соғысқа аттанып, соғысты өтіп, одан бері елге оралып, білім саласында қызмет етіп, партиялық қызметтерде, Қарағанды өңірінде ең бірінші облыстық телеарнаны ашып, оны ғылыми тұрғыдан дәлелдеп, тарихын жазып кеткен кісі болатын. Бұған қарамастан зейнетке шығып, әлеуметтік саяси өмірге белсене қатысып, өз ақылын, парасатын жастарға тәлім тәрбие ретінде қалдыратын. Қалай қарасақ та, бұл кісінің өмірі көптеген міндеттерге толы болды, өнегелі істерге. Сондықтан болар, бүгін артынан іздеушілері бар, жасалып атқан бүгінгі ас соның бір айқын дәлелі, айғағы. Өздеріңізге бізден көрі, менен көрі жақсы белгілі Қали Әлібекұлының өмір жолы туралы қанша айтсақ та, таңды таңғырып айтсақ та, ол таусылмайтын тарих шежіре. Сондықтан да айтып отырайық, Қали Әлібекұлы сонау 1924 жылы 21 желтоқсанда Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Жыландыбұлақ қыстағында өмірге келген. Еңбек жолын 1941 жылы бас Түркістанында бастаған. Ал 1942 жылы Майданға шақырылды. 240 авиация полкының құрамында соғысқа қатысты. Әскери қызметі жеңістен кейін де жалғасып, тек 1950 жылы ғана аяқталған. Біздің қарекен 17 жыл жұмыс. Жалпы облыстық партиядан енді аяғы секретарь по идеологияның үлкен қызмет. Мені аяғы сол секретарьдың бітірді 12 жыл партияның қызметте болды. 12 жыл. Одан кейін бір ардагерлер кеңесін бастап, онда 14 жыл жұмыс жасады міне. Басқарғанда соның барлығын өзі ұйымдасып, соның ардагерлер кеңесінің соғысты құрды ғой. Соғысты. 14 жыл жұмыс жасады. Мына орын 13 жыл жұмыс жасады бұл. Мен ойлаймын, әлі бір жыл жұмыс істесе, сол ағасымен теңіз 14 жыл стаж дұрыс болар еді. Соны орындау дейді. Қайтадан қайтарайық. Қабиттер шыдай тұрады дейді, сен тағы бір жыл жасадың. Міне теңіз. Ағамен талай салмаймын. Мен де соны ойлаймын. Сол еркелікке сәт болды. Мен айналайын. Айтып оған. Осы барлығыңыздың бастарыңызды осы мәселесі мынау облыстық ардагерлер кеңесіне мен көп рахмет білемін. Осы идзат емес, осылардан өз көпшілігіміз шыққан арасында. Жаңа тапып жатқан үйде ұстан өзіміздің азаматтар болмаған деп. Ал бірақ мынау ардагерлер кеңесінің облыстың өн осылардың несі бар, еңбегі бар.
Қалекеңді мен 70-ші жылдардың басында төкең марқам жан досы іздің үйіне шақырып алып, сол кешті көз алдымда мына Сыдық Жұматаевич жаңағы өзіміздің ағамыз Рахан, Қаптай ағамыз, Пешат ағамыз, жаңағы Қалекеңді сонша көп азаматтарды басымызды қосып, осы Қалекең дастарханды жүргізіп отырды. Бір ерекше өзінің бетінде бір жылылық, еш уақытта дауыс көтеріп, бір мәселе енді талқылау болғанда. Бір керемет биязы, интеллигенттің высший пилотаж деуге болады еді. Сондай майда кейбір ректорларды жұмыстан босатқанда да оларды дайындап, олар енді Коркен давай енді ауыстыр деген кезде сонда Қалекеңнің дипломатиясы шынында ерекше. Қаламыздың бір өте сыйлы ағасы болды. Жүрген жерінде, отырған дастарханда сондай бір құрметпен бәріміз сыйлаушы едік. Мен ерекше мына Рашид пен Күләшқа екеуі ғой енді. Сол төкеңнің атынан осы ас ұйымдастырып, бүкіл бірге жүрген жақындарын, достарын шақырып отырғандарына өздеріңе өте ризамын. Шынында мына төкең екеуінің достығы енді мен көз алдымда өтті. Бір ерекше, бір ғажап достық болды. Жатқан жері жарық болсын. Әр уақытта есімізде қалады. Бердің басында қатар жүріп, бізбен күрес болған небір қиыншылықты да, жақсылықты да, қуанышты жайларды да бірге көрген ағалар, тілектеріміз, сіздердің айтып отқан ниеттеріңіз өте құнды. Сондықтан мыңда бір рахмет сіздерге, қабыл болсын. Осы үлкен дәмге бата береді. Дүйсенбек Сағдат ағамыз атамызға құрметпенен микрофон ұсынғанды жөн көріп тұрмыз ағайын. Орталыққа тұрышты ағайын туысымызға Алла Тағала бүкіл Қарағанды облысының мақтанышылып адам еңбегінде халықтың сүйгіш болған Қали Әлібекұлы ағамыздың жатқан жері торқа болып имам байлығын берсін. Артынан ерген бауырлары, балапандары тегіс аман болып беріліп отырған мынау дәм айтып жатқан тілектер пайғамбардың құлағына шалынып, Алла Тағала қабыл етсін. Алланың құлағына шалынсын. Жатқан жері торқа болсын, имам байлығын берсін. Өздеріңізге белгілі Қали Әлібековтің өмір жолы, еңбек жолы ол бір толып тұрған шежіре. Сондықтан сол Қали Әлібековтің өмір жайында қаншама кино, видеороликтер түсірілген, өздеріңіз білесіздер. Біз енді соның бәрін сығымдап келіп, бір 10 минуттық бүгінгі Құдай дәм үстінде ағаны еске алайық, жүзін көрейік, өткен күндерді есімізге түсірейік деп бір сіздердің назарларыңызға бір 10 минуттық видеоролик ұсынғалы отырмыз. Близкие люди для него были опорой, поддерживали, помогали добиваться желаемых высот. Он был прекрасным семьянином. Супругу Мінекей, экраннан көзбен көріп, өткенді кеткенді, небір қызығы мен қиыншылығым болып өмірді көз алдымыздан бір елестеттік деп ойлаймын. Сіздердің көпшілігіңіз Қали Әлібекұлының аймақтың дамуына қандай зор үлес қосқанын өздеріңіз жақсы білесіздер.
Оны ел мен жерге перзенттік парызымен қызмет ету үшін күн сайын күш жігері мен білім білігін аямаған азамат деп білеміз. Ол кісі үшін қашанда бірінші орында адам факторы тұрды. Айналасындағы жандардың бағын ашып, олардың барын көрсете білуіне қол ұшын беретін, іскерлік атмосфера қалыптастыратын. Сондықтан осы үлкен дәмнің үстінде келесі сөз кезегін үлкен жауапты басшылық қызметтер атқарған еңбек ардагерлері, ардақты үлкен ағаларымыз Мереке Мансұрұлы, Амантай Рахимов ағаларым, Брежнев Григорий Михайлович және бұл кісілермен бірге сонау жаста болса үлкен жауапты қызметтер атқарып абыройлы болған бәрімізге белгілі. Қазір Астанадан депутат, Астанадан осы ас үшін, осы Құран дәмінің ішінде болам, дұғада болам деп арнайы келіп отырған бауырымыз, азаматымыз Бауыржан Смағұлов мырзамыз арнайы келіп отыр Астанадан. Сондықтан осы үлкен ағалардан бастап осы кісілерге микрофон ұсынсақ. Құрметті қауым, бүгін бір ерекше күн болып отырмыз. Мен ойлап жүрші, Қалекеңнен жасым аз кішірек болса да, осы Қалекеңнің жүршілді қалай өтері көр. Ені келеге қалма деп, ойында естерімді не ойлап жүргенде, мінеки бірнеше шарына қолданылатын декабр айы тіпті Қалекеңнен түндесі болады. 6 декабр күні анау достық үйінде жиналыс болып, Дүкенбековтен екі ақсақалды сойлып атап шығарды. Облыстың әкімәті сондай айтады. Айналайын рахмет, осы екінші тақдыр жасап отырсың, саған өтір сау болып отыр. Өзіңді Қалекең ұқсап демейлі көсің. Қалекеңнің тілдерін тыңдап отырған уақытында адам жаны қызығып отыр. Рахмет сендерге. Бала кенже бала қызына көп рахметін айтамын. Ұйымдастырып осы қабылын келістіріп жүрген сол ағаларға рахмет. Ал енді Совет ветеранынан Төреғожин ауылында ақсақалымыз отырғанына көп рахмет. Бұл жұмыстан кетісілеріне Қалекеңнің жүргізілігіне келіп отыр. Ол Оралды өзінің орнын, қызметін текке берген жоқ. Ақсақалға беріп отыр. Бұл өзіме жақсы бүгіріп қызмет жасап, көмектесіп жүргенде өтір заман айналды. Сіздер жаңа қызметтерін барлық мен тоқтамай қойын. Мынау Аманжан Қожымен жазып кеткен газеттегі статьясында бәрі жазылған. Менің айтайын дегенім, Қалекең біз үйге қонаққа келіп, Қалекеңе мен құдамын. Ол кісі үйге келген қонаққа Валентин Петрович үйге келген уақытында маған сұрақ қойып жүрмін. Беке дейді, мен мереке деймін, құда болғаны менен жасып ішірсін. Беке, сіз газет жазып аласыз ба? Неге мен аламын дедім. Ал оқыдыңыз ба? Сол газетті. Оқыдым деймін. Мен статьяны оқыдыңыз ба деймін. Статьяңыз көрген жоқпын демеді. Ой, сіз оқымайды екенсіз ғой деп, мен де шарт тастады да, газетін алып отыр. Сөйтсем ол газетке жазған профессорларды профессор қорғайды. Зейнеткерлерді кім қорғайды? Келіп статья газетке жазған екен, орнынан тура сол газетті оқымаған басқасы оқысын. Сөйтіп, Қалекеңнің сондай елесі бар енді. Айтып кетеді.
rahmet olsun. Hocamız böyle kıyımda şartla görüktü. Onu kaşetuk. Yani bir hangi oldu gibi ona göre sürüp koyuyor. Onun kitabı var. Sinemaya ve druga değil. Sonra bana sıkıntı sinemesi yazdı tez. Sonra okuşu koyalım. Anasından bir günde. Kaşetuk testi gidiyor. Stepan degen жазықты 32 жыл мен сол істебетімнің шүмір не развиться дейді. Өйткені қариялық сіз механиксіз. Сіздің еңбегіңіз деп соған ырзашылығын білдіріп жатыр. Көп рахмет olsun. Ал енді мына бүгін ас беріліп жатыр. Әнеу күні 15-інде тағы не болды, мына туыстары жиналып барлығы сайран бастаған. Бәрі осындай жасады. Çok rahmet edemez. Oradan кейін Кейсуге bize tayıp бастаған Veli Ağrı'na жерге қалыкені тағы көшірді. Оның бәрі өте ырзашылық. Енді қарамызсақ, şimdi декабрь, январь қалыкені айтып берді. Көп рахмет. Аман болыңыздар. Ценность. Вот 100 лет Калерии Беговича. И сегодня в этом зале собрались те, кто с ним рядом был, последователи, более молодые люди. Этот человек заслужил огромного уважения, признательности и великолепия, такой светлой, красивой памяти о себе. Мне пришлось общаться с Калией Беговичем в годы, когда очень много шахтеров было в нашем городе и в области. Я занимался, естественно, своей профессией, а Калерий Бегович в то время был председателем, это уже после советской партийной работы, где приходилось общаться, встречаться, слушать желания и воспитание. Все-таки на 20 лет я был младше Калерия Беговича. Но он, понимаете, он свой жизненный опыт, фронтовой опыт, человеческую мудрость передавал нам, следующему поколению. Очень внимательный, очень заботливый и вместе с тем требовательный. И эта требовательность, она проявлялась на разных уровнях. А когда он стал председателем Совета ветеранов области, вот в то время особенно часто мне вот посчастливилось общаться с Калерией Беговичем. И следует отметить, что вот его забота уже на новом посту, забота о ветеранах, пенсионерах, постоянно находил людей, кому надо было обязательно помогать. Одним словом, это очень светлый, интеллигентный, культурный, очень добропорядочный человек. Он, конечно, был примером вот такой яркой личности со своим профессиональным, таким общественно-партийным опытом. И вот человеческая, повторяю, человеческая мудрость, спокойный, взвешенный. Говорил не громко, но его всегда было слышно. Очень активный человек был. Поэтому я могу лишь поблагодарить судьбу, что довелось сотрудничать, общаться, встречаться в разных общественно-государственных, в том числе частных личных мероприятиях. В моем сердце навсегда останется память о Калии Беговиче, как светлом, замечательном человеке.
Спасибо. Сізге осындай жақын достар көп болсын. Бар ғой, тағы досынан да көп болсын айналайын. Көп рахмет. Бұл енді жақын жолдасы туысқан адамды бұндай істемейді. Жан жақтың бәрін шақырып бүгін дәлдіргенімізге ескертқанымызға көп рахмет айналайын. Аннайдан әлекенің жатқан жері жайлы тоқтырағы бұсақласын. Еске алып отырмыз. Ерекше күн, ағамыздың жасымыз халыққа аға болды. Соғыс ардагері болды, қаншама облысы, Қарағанды облысында қаншама жұмыс жасады бұл кісі. Мына фильмде де айтып кетті ғой. Осы облыстың ардагерлерімен кеңесші болып, қаншама жұмыс жасап, жаңа ашып. Мына да фильмде айтып кетті ғой. Бұл кісі пенсияда болса да аппаратный финансқа керек. Өте пунктуальный адам, қашанда қай жұмысты жасаса, жаңа айтып кетті ғой, осы ағамыз қаншама жұмыс жасады осы облысқа, біздің Қарағандыға. Бізге үлкен мысалы бұл ағамыз. Енді мен көмекші болғанда көрдім ғой, мынау Рашид Төлеутайұлы қаншама әке ретінде сындарға үлкен жолдас болды. Бұл кісілер енді бізге үлкен мысалы. Жатқан жері жайлы болсын, топырақ қорыққа болсын. Енді Көсіпбек әулетіне рахмет айтайық, осы үлкен ағаларымыз қашан ұмытпайды. Әмин, айтқаныңыз келсін. Қали Әлібековичтің өмір жолы жайында көп айта беруге болады. Өздеріңіз айтып жатсыздар, сіздерден артық қыласырып айту да мүмкін емес. Көзбен көрген, бірге жүрген. Сондықтан жаңа видеороликте да айтылып кетті, ол кісінің өміріндегі үлкен елеулі бір белестің бірі ол мынау телевидение саласында. Ойын бірінші Сарыарқа телевидениесын нөлден бастап ашып, қаншама қиыншылықтарды жеңіп, бүгінгі жағдайға әкеліп басында тұрған соның. Сондықтан біздің Сарыарқа телеарнасы, осы Сарыарқа телеарнасының атасы десек болады ғой. Сондықтан біздің бүгінгі Сарыарқа телеарнасының жалпы телевидениенің үлкен ардагері, ардақты апамыз, өздеріңізге бүкіл халыққа белгілі Рахимова Галина Сағындыққызы отыр. Және мынау ардагерлер қоғамында қандай өлшеусіз еңбек еткенін өздеріңіз жаңа тілге тиек етіп айтып кеттіңіз, одан артық айту да мүмкін емес. Сол ардагерлер кеңесінің қаншама қиыншылықтарын жеңіп, осындай жағдайға келген. Сол ардагерлер кеңесі, облыстық ардагерлер кеңесін бірнеше жыл басқарған, сол кісілердің атынан Оралды Тұрсынұлы Төлеғожин ағамызға микрофон ұсынамыз. Отан соғысының ардагері, Қарағанды қаласының құрметті азаматы, республикамыздың
мәдениет саласының қайраткері Али Әлібекұлы Аманбаев ағамызға беріліп жатқан ас қабыл болсын. Көп айтудың қажеті жоқ шығар. Осы залдың ішінде Қалекеңнің тәрбиесін көрген, Қалекеңмен бірге жұмыс істескен біраз азамат, азаматшалар да бар. Кең байтақ Қарағанды облысымызда олардың саны артып жатыр. Үлкен адам болды, ұлы адам болды, ұлы тұлға болды. Жаңа ағаларымыз бәрі қасиеттерін айтты ғой ол кісілер. Сондықтан мен бұл Қалекеңнің отбасына, Қалекеңнің әулетіне Алла тағала бақ береке берсін. Қалекеңнің жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын, иман жолдас болсын. Қалекеңнің жан жолдасы жаңа айтылып отырған біздің әріптесіміз Рашидтің әкесі Төлеутай атамыздың әулетіне Алла тағала бақ берекесін аямасын. К нему можно было обратиться в любую минуту по любому вопросу. Особенно у него душа была очень-очень такая теплая, добрая. Мне приходилось неоднократно обращаться к нему за помощью, когда у меня были проблемы. Он понимал и никогда не отказывал, наоборот, помогал разрешить эти проблемы. Так что Калерий Левич навсегда в моей душе, и все, кто его помнит, никогда не забудут. Его человечность, его многогранность, что всегда он найдет ответ на животрепещущие вопросы. И сегодня я хочу сказать, земля ему Богом, иманды жатқан жайлы болсын. Есімізде әрқашан жүрегімізде сақталатын болады. Бүгінгі берген ас қабыл болсын. Өзің білесің, сенің өлеңнің қолынан дәм татқанбыз. Талай емес, ол кісінің дастарханында болып әңгімесін тыңдап, аңыздарын тыңдап өстіп, солай деп айтуға болады. Мынау жасап жатқан мәжілістерің қабыл болсын, Алладан қайтсын, бала шағаң аман есен болсын, отбасың аман болсын, ұзақ болсын. Қали Әлібековичтей кремль, Қали Әлібековичтей азаматтар жоқтың қасы қазір. Біз соларды көрдік, өстік. Мен Теміртауда ойда жоқта Қабиптің қол астына исполкомға келген кезде ол кісі Теміртауға іздеп кеттім мен. Сен кімсің, қайдан келдің, қалай әкім болдың? Мен айтты, мен уақытшы болдым ғой, бір жылдан кейін кетемін. Солай келіскен бізде. Содан бастап әрқашанда қарым-қатынаста болдық. Облы акиматтың бір жиналысын қалдырған жоқ ол кісі. Бірақ артымыздан сөз сөйлеп, критика жасаған жоқ. Барлығын қағазға жазып, ұсыныс жасайды. Мынау былай етсеңдер, былай етсеңдер, біз оны қабыл алдық. Сол себептен сағынамыз, сарғаямыз, ол сияқты ағаларымызды іздейміз, жоқ болғаннан кейін ренжиміз, бірақ Құдайға тәуба деп, мына қатар-қатар отырған ағаларымызға денсаулық тілейміз. Бұлар да жай адамдар емес, бұл өмірде қызметі де бар, іс-әрекеттері де бар, елдің қамы бар, елді ойлаған жұмыстары бар. Аман болыңыздар, көкелер, аман есен болыңыздар. Беріп жатқан Құран қабыл болсын.
облыс әкімдігіне рахмет. Жылдығын атап, турнир жасап, соны қадағалап, өзінің көмекшісін ішерге жіберіп, барлығын қарап отырғанына үлкендерді сыйлау керек, үлкендерді естен шығармау керек. Ондайлар бола ма, болмай ма, енді Құдай біледі. Тік сөйлейтін адам болды, ешқашанда ойын жасаған жоқ. Ол сияқты плеяда көп болды біздің алдымызда. Біз солардың тәрбиесін алдық. Барлығын атап берудің қажеті жоқ. Қали Әлібекұлы Аманбаев деп айтсын, сол өзі жетіп жатыр. Қабыл болсын, аман есен болайық. Құрметті Күләш, өзімнен бастаймын. Қазақ халқының маңдайына келіндегі бітеп, керемет қыздардар бітеп, керемет бәйбішелер бітеп, соның ішінде сол семьяға әкесінің мамасының осы Сарыарқа ортасына болып жүрген өзінің көңілімен, жүрегімен, тұла бойымен, шынымен қазақтың салт дәстүрін терең меңгерген, игерген, үлкеннің алдында биік тұратын мейіріммен, жүзіңмен сол жолдан қалмай келе жатырсың. Шаршамай да келе жатырсың, қалмай да келе жатырсың. Мен соның бүгінгі күнге дейін көріп жүрмін. Сондықтан мен өз басымда қатты сыйлаймын. Ағамыз Қали Әлібекұлы 100 жасқа келіп жатқанда осы бір үлкен мейрам сыпатты ойын. Соған ұмтылып, өзінің ұсынысыңды білдіріп, қаншама халық бар, жолдастары бар, туғандары бар, жерлестері бар. Барып, осындай бір дастархан жасап, көңілімізді білдіріп, әкесінің мамасының атынан деп келіп отырсын, мен басын киемін, еркек ретінде. Мен ол жағынан еш уақытта жаңылған жоқпын, өзім естім оның барлығын. Сонда бүгінгі ас қабыл болсын. Мен енді дана абайдан ас күткен ешкім жоқ қой, солай емес пе? Сол дана абайдың айтқан мынандай сөзі бар. Дүние үлкен көл, өмір болса соққан жер. Алдыңғы буын ағалар, кейінгі болған үйлер, кезекпенен бөлінер, баяғыдай көрінер. Бұл өмірдің заңы бар. Солай өмір зымырап өтіп жатыр. Үлкендер де кетіп, ортадағы кетіп, кіші де кетіп. Оның барлығы өмірдің заңдылығы, біз одан құтыла алмаймыз. Алдымызда мынандай алып ағаларымыз отырса, формалы ағаларымыз отырса, бұл кісілердің алатын үлгілер боласқа, олардың сөзін тыңдасақ, ықыласпен өмірге келтірсек, кейінгі ұрпаққа қалдырсақ, одан басқа бақыт жоқ. Сондықтан мен ризашылығымды білдіремін. Ақсақалдарға мұнда отырып бағанды сөйлеп жатқан өзіңе особенно. Бұл тек қана өзіңді жоғарыда көрсетіп, ана ретінде, шеше ретінде, келін ретінде келінді болған. Сондықтан да бақытты болыңдар. Мынау беріп жатқан астарың қабыл болсын. Қали Әлібековпен мен 81 жылы проректор болдым кооперативімізде ғылым жөнінде. Сонда біраз жұмыс жасадым. Сол бір үлкен роспись жасады біздің стенаға, қабырғаға. Сол жігіттер кейін сол үшін член Союза художников Советского Союза болды. Қали Әлібекұлы обкомның хатшысы. Қазақ ректор.
Bizim üniversiteye götürüp bırakırız. Ana bronz üniversiteden басталып, космос, полет в космос, эпоха просвещения, эпоха возрождения. Жаңа үш биді салып қойғанбыз. Өмір өтіп баратып айтады маған, мен қарап, мынау үш биін қалай немес пе екен сөз болып жүрген. Айтам, қалеке, қорықпаңыз, егер бірдеңе көтерілсе маған сілтей сар дейді. Ол сондай моменттер көп қой. Өте бір жағына ақсақалдар барлығын айтты ғой. Өте тонкий адам боласың. Шын мәнісінде сабырлы, егіндікпен сөйлеп, көтермейтін қарекені дұрыстайды соны. Бірақ соның білімдігі тереңдігі ғой соның бар. Сондықтан жастарымыз сау болсын, жақсылықта қуанышта десек, бұл сенің орта ары қарай дамып берсін, ерекшелігің мол болсын, елімізге жақсылықтың қуанышы. Мінезі, адамгершілігі, жақсылығы елге, соның бәрі менің жүрегімді елжіретіп, соны кеше ойланып жазып келдім тілегімді. Екіншіден ол Ағатайдың қалым қайтқаннан кейін маған жаны асып, көріп қалса талада ұстап маңдайымнан сүйіп, пижамалы айналайын қалың қалай деп. Военный интернат ашылды. 26 кварталда. Сонда шақырып жатыр дегеннен кейін партияға бардым. Барып едім, сонда айтып, пижамалы айналайын жалақысы жақсы. Военный интернат ашылып жатыр, соған жұмысқа ауысшы деп. Сосын жарайды дедім, ауыстым. Сонда приказалайын районаға барсам айтады, жоқ, мен сіз алмаймын. Уже директорымыз да бар, завышымыз да бар, бәрі бар деп. Айналайын, мен саған директор, завыш болайын деп келген жоқ, мен мұғалым боламын онда деді. Сөйтіп военный интернатта аштық, аман есен. Чувство гордости переполняет меня, что сегодня я здесь присутствую на таком прекрасном массе к Алелю Бековичу, нашему старшему учителю, в присутствии самой дорогой, самой крутой элиты Карагандинской области, самых выдающихся людей, которые дали нам, молодежи, понять, что такое жизнь. Сегодня молодым легче, у них есть мечеть, у них есть церковь. У нас был только обком партии. Кто нас учил, кто нас ругал, кто нас поднимал и кто нас задвигал. Все. Один раз Рабала Пинджибалиевна меня завела к Алелю Бековичу. Пока я шел по этим красным дорожкам, я понял, что я не охотник, я дичь. И я шел, и у меня начали ноги трястись. Когда к Алелю Бековичу я зашел, он на меня посмотрел, такой теплым сказал: Валерий, мы хотим тебе поручить выступить на областном партактиве. Алелю Бекович с Маликом Машичем, это было символ, наверное, нашего центрального стадиона, когда в любую погоду, дождь, не дождь, они все время находились там. Я нашу жизнь сравню с морской волной. Рождение, взлет и неизбежная кончина. Но от одних останется лишь пена, где прибой смывает ее заново в пучину. Другие, медленно сбавляя скорость, оставят ценный жемчуг на песке, в котором отразится их успех и доблесть, а опыт заиграет светом в маяке. Вот этот свет в маяке, это и есть мы, вот здесь стоим, Рабала Пинджибалиевна, я, Сайран, ты, вообще все ученики, Гуляш, вам большой рахмет, что вы сегодня вот с Рабалой Пинджибалиевной были организаторами. Это то, что меня позвали, я не зря называюсь карагандинец. И моя гордость это, потому что только настоящего карагандинца сюда позвали. Самую элиту Карагандинской области вот здесь находится. Выше никого нету. Выше молодежь только. Но это вам потом уже будет хвала.
Sizge көп рахмет сил. Бүгін біз бір аймағымыздың мақтанатын азаматының бірі Қалекеңді еске алып отырмыз. Қали Әлібековичпенен біз жас кездерімізде қызметтес болып, ол кісілердің тәрбиесін көрген адамдармыз. Осында отырған біздер шамалас адамдар, сол кісінің мектебінің түлегі деп айтсақ, дәл айтатын шығармын деп ойлаймын. Сол кісілердің білімділігі, сол кісілердің тәртібі, сол кісілердің айтқан сөзі, ақылы, қамқорлығы бүгінге дейін есімізде. Соны айтып, балаларымызға сондай азаматтар болған, ағалар болған деп айтып жүреміз. Осының бар бір керемет қасиеті, ол кісінің біліміне мен баға бермей қояйын. Ол кісінің кішкене адамгершілік, сол үлкен қызметте жүріп, сол кісі біздерді қарындастарындай көріп, ренжіп жүрсек, неге ренжідің қарағым дейтін сөзге жететінді. Обком хатшысы. Мен ол кісімен қызметте, ол кісі отдел науки учебных заведениеде жүргенде, идеологический отделда нұсқаушы болдым. Онан кейін аудан хатшысы болғанда да сол соғысының қарамағында қызмет жасадық. Бұл кісілердің айтқан сөзінде бір артықшылық болмайтын. Сонан кейін ол кісілердің настолько пунктуальныйлығы, пленум материалдарын читайте, подчеркивая дейтін бізге. Сондықтан сондай сөздері, ақылдары, көрегендіктері әлі есімізде. Жатқан жері жарық болсын сол азаматтардың. Иманды болсын, иман байлығын берсін дегім. Батағайын, бүгін бір әдемі күнде Қалекеңді еске алып бағанан бері қаншама әдемі жақсы сөздер айтылып жатыр. Жүректен шыққан алғыстар айтылып жатыр. Бүгін Қалекеңнің аруағы бір аунап түсіп, рухы пейіште шалқып жатқан шығар деп ойлаймын. Мен енді тікелей Қалекеңе шәкірт болған жоқпын, дегенмен бір өмірден бір эпизодтарды айта кетуге болады. 70-ші жылдардың аяғында біз телевидениеге келген кезде ол кісі обкомда телевидениеде бірінші басшы болған екен. Сонда жұмыс істеп жүрген кісілердің айтатын естеліктерінің барлығы ол кісі туралы керемет жылы жымиыспен, жұмсақ үнмен барлық мәселені шешіп отыратын. Еш уақытта дауыс көтермейтін деп аңыз қылып айтып отыратын. Көбіне жұмыстан кеткен адамды сол күні жаман болып шыға келеді, немесе өлгеннен кейін жаман болады ғой. Ал ол кісі туралы әдемі әңгімелер керемет үзілмейтін. Соған қарап біз үлгі алып үйренетінбіз. Тікелей жұмыс қызметтес болмағанмен бір эпизод айта кетейін. 86 жылғы желтоқсан көтерілісінен кейін, естеріңізде болса, көптеген журналистер халық жауы болып шықты. Оның ішінде әсіресе Казгуды бітіріп келгендер халық жауының қатарына кірді. Менің үстіне домалақ артысы өді обкомға. Қонаевты орнынан алғанда жылаған Батырханова деп. Содан кейін правком хатшысы мен партком жетектеп алып барды обкомға. Қалекең отыр екен, жаңа хатты оқыды. Осындай Батырханова жылаған, бұл Казгуды бітірген, Қожакеевтің шекпенінен шыққан деген сияқты. Мен айтарым білмей тұрмын да, есіме сөгетті. Енді Қонаевты орнынан алып тастағанда жылағаным рас, өйткені Брежнев өлгенде де жылаған болатынмын деді. Сөйтіп Қалекең бір ауыз сөзге келген жоқ, жаңағы домалақ артын түтіп тастады да бара бер деді. Сонымен шығып кеттім. Осындай жайттар адам есінде қалады екен, адамның адамгершілігін, адамшылығын, биік рухын көрсетеді. Сондықтан Қалекең сияқты азаматтар көп болсын, осында отырған ағалар, Қалекеңнің сіздер енді ізін басып келе жатқан, сонау қазір біз жақсы көрмейтін совет үкіметінің кезінде де елге, халыққа қызмет еткен адамдарсыздар. Елге сіздердің жасаған еңбектеріңіз сіңді, қызметтеріңіз сіңді. Сол сіздердің жақсы істеріңізді жалғастыратын ұрпақ көп болсын. Қалекең жатқан жері жайлы болсын, ұстағаны шырақ, мінгені пырақ болсын деп деймін. Рахмет. Ардақты арқаның арқа сүйер азамат ағалары, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Келген қадамдарыңыз сауапты болсын. Шындығында да бүгін бір өте мен үшін ерекше бір толғаныспенен отырған бір жайым бар. Өткен өздеріңізді көріп, өздеріңіз алдарыңыздағы өткен ағаларыңыз Қали Әлібековичті еске түсіріп, тамаша естеліктерді айтып, бұл өте бір мәртебелі отырыс болды. Сондықтан да сіздерге көп рахмет. Менің сүрінген жерім болса, тежеп жіберіп, құлап қалған жер болса, тұрғызып жіберіп,
тек қана мен тәрбиелеген осы өздеріңізге осы үлгі болған алдыңғы толқын ағалар Қали Әлбекович. Қали Әлбекович 1972 жылы мен алғашқы рет бір Мұстай Кәрімнің айтқылы түр спектаклі басты рөл ойнаған кезде келіп, мағатым жан шекеуге менің грим бөлмеме келіп құттықтар, мен таң қалдым. Бұл кезде ағай телевидениенің бастығы болады. Сонда келіп, маңдайымнан сүйіп, өте тамаша сахнада балық сияқты екенсің, өркен өссің деп бата беріп кеткен. Мінекей сол батаның арқасында тек қана маған ғана емес, Қарағандының талай үлкен мекемелеріне де қол ұшын берді. Әрине көпшілігіңіз біле бермейсіздер. 1983 жылы мен директор болған кезінде қазақ театрын бөлек салу жөнінде сөз көтеріп, Коркиннің алдына Махатым Жанов екеуміз алып барған сол кісі болады. Осындай ұсыныс бар. Бұл да үлкен ерлік. Ал Қарағанды қаласында республикада жоқ, тек қана кезінде Алматыда болған цирк. Осы біздің Қарағандыда екінші қылып салған Қали Әлбекович. Және де оның директор қылып, өз кезде тәрбиелеген телевидениеде істеген Мұқсынов деген азаматты әкеліп директор қылып қойды. Әрине ол кісінің қазіргі бүгін таңда мынау Қарағанды облысының өнері мәдениеті гүлдеп тұрса, үлкен кәдімгі анау бұлақтай тереңнен шыққан сусындатып өзінің үздік ой көрсетіп кеткен Қали Әлбекович сияқты. Сондықтан ағамыздың топырағы торқа, жатқан жер жайлы бол, көрмеген көшесіне жарылғасын. Ал артындағы ағалар, сіздер аман болыңыздар, әр уақытта да осындай жақсы кештерде сұхбаттасу беруге жазсын. Негізінде біз Қалекеңнің мектебінен өттік. Ол мектеп ерекше болды. Ол мектеп адами қасиетке толы. Ол мектеп білімге толы. Ол мектеп тазалыққа толы. Ол мектеп халқына еліне қалай қызмет жасауға сондай бір мектеп болған. Енді мен өзім мақтан етемін. Сол ағамыз деп айтуға болады бүгін. Сол кісінің тәрбиесін көріп, сол кісінің жанында еңбек етіп, осы бүгінгі ертеген бір еңбегіміздің нәтижесі болса, сол үлкендердің білімі, сол кісінің ақылы, сол кісінің кеңесі, сол кісінің мектебі. Енді көп нәрсеге үйрендік, мен қазір қайталағым келмейді, тағы қайталап айтамын. Бір өзі әрқилы басшы болады ғой. Айқаймен қорқытады, не болмаса бір сөгіс жарияларым деп қорқытады, бірақ Қали Әлбековичтің ондай мінезі жоқ мұнда. Ақырын сөйлеп, күлімдеп қана алдына әкелген қағаздарды қарап, мына жерде сенің мынандай қатең бар, мына документке осылай дайындау керек, үйрену керек, халықпен қызмет жасауды, қарым-қатынасты қандай болу керек, соның бәрін үйренулерің керек, жастармен жұмыс жасауларың керек деп, сол күнделікті бізге айтып отырушы еді. Әрине, сол кісінің әлі үні, сол кісінің бір мінезі әлі өзіміздің бойымызда деп айтса ол артық емес. Сіздерге жаңа айтқан тілектеріңізге, пікірлеріңізге, естеліктеріңізге көп рахмет. Әрине, бұл бүгінгі мынандай ас болар ма еді, болмас па еді, бірақ нағыз достықтың қандай болу керек. Осы Түсіпбектер әулетінің үлкен атасы, әкесі, төкемнің және Қали Әлбековичтің екеуінің достығының арқасында. Бұл керемет достық. Бұл не деген бір осы сол кісіге қарап үйрену керек деп есептеймін. Әрқилы жағдай болады ғой, бірақ нағыз достық. Сол серік болғандар мүмкін. Одан кейін өмірден кеткеннен кейін тәрбиесін алған, ол кісілерге Түсіпбектер әулетінің балаларына пана болған, ақылшысы болған осы Қалекең еді. Міне қандай керемет жағдай. Соның өздерінің екінші әкесінде есептеп, бүгін осы әулет, Түсіпбектер әулеті осы асты беріп жатыр. Құрметті Күләш, балалар ана жақта отырған, көптен көп рахмет. Ана жақта Рекел бар, Даукен бар, ол кісілерге де мыңда бір рахмет. Біздің сәлемімізді жеткізерсіздер. Беріп жатқан ас қабыл болсын. Барлықтарыңызға мынау келген жылтегі амандығымен жақсымен келіп келмейді.
Енді телеарнаға келсек, негізін қалаған тұлға деп айтуға болады. Жаңа Қайрат ағамыз ата дегенде мен әке деп айтып отыр. Телеарнаның әкесі Сарыарқа телеарнасы біздің Қарашығанақтың әкесі, және ол директор болып тұрған кезінде идеологияның сұрақтарын бойынша секретарь болып хатшы болып тұрған кезінде сол жерде телеарнаға үнемі көз қарасын бөліп жағдайын шешіп жүрді. Қадірлі ағайын, бүгінгі еске алуасын беріп, бас қосуды ұйымдастырған Қали Әлібекұлымен егіз қозыдай бір өскен, қатар қызмет еткен Төлеутай атамыздың ұрпақтары екенін жоғарыда айттық, айтылып та жатыр. Мінекей сол кісілердің атынан мен қазір қорытынды сөз айту үшін ардақты апамыз Алтын апайды және Күләш Аташқызы Түсіпбекова ханымды, Қалекеңнің үлкен ұлы Сайран Қалиұлы Аманбай мырзаларды ортаға шақырамын. Осы төрде отқан ағалар аман болсын. Көп өмір жасағыңыздар. Осы тек қана үлкен 90-100-ге келді деген тойда кездесетін болайық. Берген асымыз қабыл болсын. Қайратжан, саған көп рахмет. Өзіміздің бауырымыз сияқты, өзіміздің ағамыз сияқты, сол кісінің қол астында да бата алдың. Көп рахмет, жақсы, керемет өткіздің. Енді особо, конечно, благодарныйсың бала Кежібалиевна. Қанша бір рет оны кездесіп, шақыру оңай ғой, ананы бәрін таңдап сіздер, ана кісі білген деп, ана так серьезно относится ко всему. Поэтому, Рамбала Кежібалиевна, зор денсаулық тілеймін. Амандықта, саулықта кездесейік. Осылай біздің қыз келіншектер, сіз сондай үлгі болып біздің алдымызда, осы жүре беріңіз. Құдай Алла тағала сізге қуат берсін. Берген асымыз қабыл болсын. Бүгінгі осы асқа қатынасып отырған баршаңызға үлкен рахмет айтамын. Дендеріңіз сау болсын, бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Бүгінгі осы биылғы жаңа жыл сіздердің отбасыларыңызға бақыт әкелсін, молшылық әкелсін. Ал енді айтатын болсам, мен үлкен үйге Құдайберген Хасеновичтің үйіне атамыз Құдайбергенге атын атауға болады дейді. Сол Қалекең атамызға, Мейірбек атамызға, Қашкен шешемізге, Алтын шешемізге, Валентина Витольевнаны шешемізге 69 жылы келін болып келген. Содан бері мінекей осы әулеттің ең үлкені болып қалдым. Атамыз да жоқ, аналарымыз да жоқ, ешкімде жоқ. Енді менің айтатыным не? Атамыз өте біздің балаларды жақсы көрді. Трибунаға алып шығатын. Келген сайын біз Валентина екеуін тура біздің президентіміз келгенде күтіп алатынбызды. Мамам Алтын ақ дастарханын жасап, орындықтарды әдемі қылып, ақтарын кигізіп, баяғы заманда солай болды ғой, как ресторане. Сол енді сөйтіп қарсы алатынбызды. Атамыз Қалекең балаларға кітап әкелетінді. Валентина Витольевна жеміс әкелетінді, кәмпит әкелетінді. Сөйтіп балалар атамызды қарсы алатынды. Енді біздің немереміз Қайраттың баласын Жангир деп қойған атамыз Қалекең. Ол кісілердің үйіне барғанда музей сияқты балалар қарайтын жан-жаққа. Валентина Витольевна өте тамаша отбасын ұстады. Енді мен айтатыным, сол кісіден көп үлгі алдық. Болады, наверное, айта берсем, ол айтауға әлі можно. Да, сөз көп енді. Осыны тыңдағандарыңызға рахмет, дендеріңіз сау болсын. Біздің атамыз, ас қабыл болсын, сізге рахмет, әулетіңізге рахмет. Аталарымыздың жатқан жерді, аналарымыздың жатқан жері жайлы болсын. Большое, великое, как говорят, видится издалека. Вот уже 20 лет, как нет папы. И сейчас начинаешь понимать, когда ежедневно, мы же дети, каждый день видим своих родителей и как-то относимся уже, да, как обыденному. И только потом, когда их не стало, начинаешь понимать, какие, оказывается, они были
люди. Такие мероприятия проводились. Огромное спасибо Совету ветеранов, проводили турнир. Вот. Нашему телеканалу СРРК. И когда столько людей, к сожалению, соратников все нету практически. Многое говорилось о качествах личностных. Но меня и сегодня вот мы столетие отмечаем, но я думаю, в лице Кали Алибековича мы должны отметить и всех наших агатаев, ветеранов, которых уже нет. Это и Малик Имаш, и Жумашев Бакирович, и Талгатбек Абдрахманович, и Чайт Хасенович, Абулкас Сагимовича, Сармалдау Бакирович, Жумашев Бакирович, Тишбек Аханович, дядь Зада, да. Это я особо скажу. Альмусин, Бакижанов, это ведь в лице Кали Алибековича мы должны, и я думаю, все помним о них. Это их поколение, это удивительнейшее поколение. Они прошли голод 30-х, войну, восстанавливали нашу страну, город. Ведь это их руками сейчас наш Караганда стал такой красивой. И особое качество – это их умение дружить. Ведь многие из них даже учились в одной школе. Особое место, конечно, занимает дядь Тультай, Тусубеков. Как они говорили, мы росли в одном бараке. Оно так и было, они в одном бараке росли. Вместе ушли на фронт в 42-м. И всю жизнь это как братья были. Для дядь Тультай и дядь Балкен они считали меня 7-м своим ребенком. И это умение дружить, наверное, нам учиться, учиться и учиться. И вот дети, дядь Тультай и дядь Балкен, Рашид, Куляш, огромное спасибо. Пожинаем плоды. Пожинаем плоды дружбы. Огромное спасибо. Огромное спасибо Рыбала Кинжибалиевна, нашему телеканалу СРРК Галя Балбекова. Это ведь вопросы тоже не шуточное дело, чтобы все шло как по маслу. Күләш айналайын дастархандарың бай болсын, қазан ошақтарың май болсын, төрт түлектерің сай болсын, ұлдарың еға, қыздарың қиға қонсын, достарың қастарыңда болсын, дұшпандарың табанда болсын, аспанымыз ашық болсын, халқымыз тыныштықта болсын, үкіметіміз аман болсын. Бүгінгі беріп өткен астарың қабыл болсын, Қалекеңі жатқан жері жайлы болсын, топырақ торқа болсын. Аллаху акбар.